Сәлем баршаңа, есімім Алтынай. Бүгін сіздермен бірге видео салатын, бірге жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге қажетті заттар: тәтті болгар бұрышы, қызанақ, қияр, ащы бұрыш, укроп, ет және соевый соус. Мен етті алдын ала қайнатып алғам. Етті соломка түрінде жақсылап турап алып, оның үстіне 2 бас чеснокты майдалап турап, арнайы ыдысқа орналастырып аламыз. Татымына қарай тұз саламыз және 1,5 қасық соя соусын құйып, 10-15 минутқа маринаттап қоямыз. Тазартылған қиярды видеода көрсетілгендей етіп, біркелкі формада соломка түрінде турап аламыз. Рецептілер ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Дайын болған қиярды ыдысқа орналастырып, үстіне 1/4 бөліктегі тұзды салып, тұздап қоямыз. Қызанақтың артық жерін алып тастап, оны да соломка түрінде турап аламыз. Енді түрлі түсті болгар бұрыштарын алып, тазартып, оны да соломка түрінде турап аламыз. Әр аптаның дүйсенбі, бейсенбі, сенбі күндері жаңа рецептілермен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан да каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдын ала қызып тұрған майға маринатталған етті салып қуырып, 2-3 минуттан кейін үстіне болгар бұрышын салып, тағы да 5 минутқа қуырып аламыз. Ет дайын болам дегенше, укроп пен ащы бұрышты майдалап, турап дайындап қоямыз. Болгар бұрыш мен ет дайын болды. Оны ыдысқа орналастырып алып, оның үстіне дәміне қарай тұз сеуіп, соя соусын құйып, біркелкі болғанша араластырып аламыз. Салатымыз дайын болды. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша үстіне күнжіт сеуіп ұсынсаңыздар да болады. Дәмі өте керемет болып шығады. Келесі кездескенше сау болыңыздар.